Келесі тақырып молекуланың пішінін анықтау. Молекула пішінін анықтау үшін біз Гиллеспи формуласын қолданамыз. Бұл қандай формула? Осы формулада орталық атомның белгісі бар. А деген ол еш нәрсені көрсетпейді, жай ғана орталық атомның белгіленуі ретінде жазылады. Оның қасында X деген тұрады. X деген осы орталық атоммен байланысып тұрған басқа атомдар. Олардың саны астында көрсетіледі. Демек ол пи байланыстарды ескермейді, тек қана сигма байланыстар ғана осы X-те ескеріледі. Және қасында тағы E деген болады. E деген ол орталық атомдағы байланыстарға қатыспайтын электрон жұптары. Демек өзінің бос қалып қойған электрон жұптарының саны. Оның да неше екені астына осылай көрсетіледі. Енді мысалдар арқылы қарастырып көрейік. Біз SO3 деген молекуланы алсақ болады. Негізі молекуланың пішінін анықтау үшін біз олардың құрылымдық формуласын жаза алу керекпіз. Бірақ оны әлі алдағы уақытта өзіңіз үйреніп кетесіз. Әзірше мен дайын түрін көрсете берейін. SO3 молекуласының құрылымдық формуласы осындай. Біз бірден А деп жазып қойсақ болады. Орталық атом қайсысы екенін білу үшін жай ғана бір жалғыз өзі тұрған элементті алсақ болады. Орталық атом әрқашан бір өзі тұрады. Енді оның қасында неше сигма байланыстар бар екенін санап шығамыз. Пи байланыстарын ескермейміз. Екінші элементтің неше атомы бар болса, тура сонша сигма байланыс бар деген сөз. Демек, X3 болады бұл жағдайда. Ал байланыстарға қатыспайтын электрон жұптарын есептеу сәл қиындау. Ол үшін осы орталық атомдағы сыртқы деңгейдегі электрон санын білу керек. Периодтық жүйеге қараймыз. Күкіртте сыртқы деңгейінде 6 электрон бар. Осы 6 электронның нешеуі байланысқа қатысып тұрғанын санау керек. Бұл жолы біз сигма байланыстарды да, пи байланыстарды да ескереміз. Барлығын санап шықсақ, жалпы 6 байланыс бар екен. Сәйкесінше, сыртындағы 6 электронның 6-ауы да байланысқа қатысып кетеді. Демек, ешқандай электрон қалмайды артық. Демек, Е бұл жағдайда мүлдем жоқ деген сөз. Сәйкесінше, оның формуласы AX3 болады. Енді осы формула арқылы пішінді қалай анықтасақ болады? Осы кесте арқылы. Демек, әр формулаға өзінің пішіні сәйкес келеді. AX3 формуласына 3 бұрыш пішіні сәйкес келіп тұр. Осы кестені жаттап алуыңыз қажет. Одан бөлек, Гиллеспи формуласы арқылы гибридтену түрін де анықтауға болады. Ол үшін жай ғана X және E санын есептеу керек. Неше X және E болса, сондай гибридтену болады. Мысалы, AX3-те 3x бар. Сәйкесінше гибридтену де 3-ке сәйкес. Демек, 1s және 2p орбиталь. Жалпы 3 орбиталь деген сөз. Гибридтенуге қатысатын. Егер олардың саны 4-тен артық болса, бізде d орбитальдар да гибридтенуге қатысып кетеді. Оларды да жаттап алсаңыз болады, не болмаса жай ғана есептеу арқылы анықтасаңыз да болады. Ерекше жағдайларды қарастырып көрейік. Егер бізде 2 элемент емес, 3 түрлі элемент болса, мысалы HCN молекуласы. Бұл жағдайда орталық атом ретінде қайсысын қарастырамыз. Қайсысы барлық басқа элементтермен байланысып тұрса, сол орталық атом болады. Демек, осы жағдайда бізде көміртек орталық атом. А деп бірден жазып қоямыз. Тура солай сигма байланыстар саны 2 болады. Демек, AX2. Енді көміртектің сыртқы деңгейінде бізде 4 электрон бар. Бұл жағдайда молекулада көміртектің айналасындағы байланыс саны 4 санап көретін болсақ, сәйкесінше 4 электронның 4 де байланыс түзуге кетіп қалады. Демек, бұл жағдайда да Е мүлдем болмайды деген сөз. AX2 формуласы сызықтық молекулаға сәйкес келеді. Одан бөлек Гиллеспи формулалары арқылы иондардың да пішіндерін табуға болады. Мысалы, SO3 2- ионын алып көрейік. Оның құрылымдық формуласы осындай болады. SO3-ке ұқсас, бірақ 2 оттекте пи байланыстар жойылып кетеді. Қалғаны дәл солай. А деп жазамыз. Сигма байланыстар 3, X3 деп жазамыз. Күкірттің сыртында 6 электрон, және бұл жолы 6 байланыс емес, айналасында 4 қана байланыс бар. Демек, осы 4 байланысты азайтатын болсақ, бізде 2 электрон қалып қоятынын белгілі болады. Бұны тағы біз 2-ке бөлу керекпіз. Не үшін? Себебі 2 электрон қалады, ал бізге электрон жұптарының саны керек. Сол үшін олар жұптастырып орналасады. Сәйкесінше 2-ке бөлген кезде неше жұп бар екенін білетін боламыз. Бұл жағдайда бір ғана жұп шықты, сәйкесінше Е
біреу ғана болады деген сөз. Формуласы AX3E. Осы формулаға сәйкес келетін пішін тригональды пирамида. Демек, осы ионды біз мынандай түрде көрсетсек болады. Жалпы жаңа көрсеткен кестені жатқа білетін болсаңыз, осындай иондардың да молекулалардың да пішіндерін оңай таба алатын боласыз. Ал құрылымды формулаларды сіз кейін өзіңіз де құрастырып үйренесіз.